Bir сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, қиямет күні қашан болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне сұрақ қояды: сен ол күнге не дайындығың бар еді? Не дайындадың ол күнге соншалық сұрайтындай дейді. Сонда жаңағы әлгі сахаба радиаллаху анху айтады: менің ол күнге ешқандай дайындығым жоқ, бірақ менің жүрегімде Алла мен оның елшісі бар деп осы екеуін айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сенің жәннатқа кіруіңе осы екеуі жеткілікті дейді. Осы екеуі саған пайдасы тиеді дейді да. Сенің жүрегіңде кім бар? Сен солармен бірге боласың. Өзіңіз ойлаңызшы. Жүрегіңде кім бар? Қияметте сомен бірге боласың деп жатыр. Алла Тағала сомен бірге тірілтеді. Ал енді сіздің жүрегіңізде кім бар? Қазіргі жұлдыздардың бәрін танимыз. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан еді: менің асхабтарым, сахабалар, кез келгені аспандағы жұлдыз сендер үшін. Қайсысының артынан ерсең де адаспайсың. Ал ол жұлдыздардың қайсысын танисыз? Убай ибн Кааб. Кім таниды? Біз Ван Дамды танимыз, Джеки Чанды танимыз. Мысал үшін да енді. Бұл адамдар да жақсы адамдар ғой. Бірақ Убай ибн Каабты кім таниды? Радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей Убай ибн Кааб, лам якунил лазина кафару мин ахлил китаби вал мушрикина мунфаккина хатта таътияхумул байина. Алла Тағала айтып жатыр: Убай ибн Каабқа айт, радиаллаху анху, Байина сүресін оқысын. Ол жылап тұрып айтады: Алла Тағала менің атымды атады ма? Я, Алла Тағала сенің атыңды атап жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Убай ибн Кааб радиаллаху анхуды алдырады екен. Сөйтіп Құран оқышы дейді екен. Ол отырып Құран оқиды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреудің Құран оқуына мұқтаж беді. Өзіне Құран түскен адам, одан жақсы ешкім Құранды оқымаған. Бірақ Убай ибн Каабқа радиаллаху анху оқы дейді екен. Ол оқи береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еңкілдеп тұрып жылайды екен. Ол тоқтаған кезінде: жоқ, жалғастыр, оқи береді. Әбден жылайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құран тыңдап отыр. Бір кезде барып: ей Убай ибн Кааб, болды, тоқтай ғой деп айтады екен. Бір күні атымен келе жатып, түннің бір уағы айдалада атын арқандайды да отырып, Убай ибн Кааб радиаллаху анху Құран оқи бастайды, танытпақшы болып. Сонда аты үркіп, осқырынып, Құранын тоқтатады. Аты тынышталады. Қайтадан Құран оқиды. Аты шошиды, тоқтатады. Осылай, кейін Құран оқымай қояды. Ертесіне келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға осындай жағдай болды деген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей Убай ибн Кааб, сен Құраныңды тоқтамай оқи беруің керек еді. Сенің жаныңа жиналып жатқан Алланың құрметті періштелері еді ғой. Сенің Құран оқығаныңа жиналып жатыр еді ғой. Сен егер тоқтатпай оқи бергенінде, ол періштелерді сен көретін едің. Олар саған көрінер еді дейді. Сондай адам болған. Қараңыз, сіз ол адамды егер жүрегіңізде ұстайтын болсаңыз, қияметте сонымен бірге боласыз. Бір ғалым кісіден сұрайды: жәннатта не бар? Жәннатта не бар? Біз көп білеміз, көп нәрселер білеміз. Сол жақта мына ер адамдарға әсіресе хор қыздары ұнайды. Хор қызы емес, бұларға хор қыздары ұнайды да. Көп болса деп ойлай береміз ғой, арманымыз күшті ғой біздің. Жаңағы құсты жесем деп ойласаң, алдыңа жаңа дайын ас болып түседі деген сияқты. Көп қой, жәннаттың нығметтері көп қой. Бірақ жаңағы ғалымнан қараңызшы. Жәннатта не бар десе, жәннатта Алланың елшісі бар дейді. Көрдіңіз ба? Оның махаббаты қайда кеткен? Оған Алланың елшісінің жанында болса болды. Ал енді қияметте не болады десе, жүрегінде махаббаты сол адамға қоя, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қой, ол сонымен бірге болады. Сол үшін жігіттер, жүрегімізге қарайық. Жүрегіңде кім бар? Қара. Қияметте сен сол адаммен бірге боласың.